Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары. Сабақтың мақсаты оқушылардың ой өрісін жетілдіру, ептілдікке, әділдікке, ұйымшылдыққа тәрбиелеу, өз халқына асыл мұраларын байына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізу. Құрметті оқушылар, қазақтың ұлттық ойындарының саны өте көп. Суретте ұлттық ойындарының бірнеше түрі көрсетілген. Халқымыз ойында тәрбие құралы деп танылған. Ойынның тәрбиелік маңызы баланы зеректікке, білгірлікке баулу. Бүгінгі сабағымызда алдарыспақ, жамбы ату, көкпар ойындары туралы танысатын боламыз. Қазақ халқында ер жігіттің білек күшімен әдіс айласын асыратын спорт түрінің ойындары жетерлік. Олардың қатарында көкпар, аударыспақ, жамбы ату сынды ат ойындары бар. Бұл ойындар қазақтың төл дәстүрін, қазақылығын танытады. Аударыспақ салт аттылар бірін-бірі ер үстінен аударып алу сайысы. Ойынға қайрат күші мол, батылды, төзімді, шапшаң қимылдап ат құлағанда ойнай білетін жігіттер қатысады. Ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік кезінде найза ұстап қылыш шабатын жауынгерлерге қажетті қасиеттері қалыптастырылған. Аударыспақ қазіргі кезде шопандар тойында, мерекелерде спорт ойынының бір түрі ретінде көрсетіліп жүр. Жамбы ату ойыны көшпенді халқымыз жауынгерлердің мергендік қабілетін жетілдіру үшін ойлап тапқан. Ол алдымен әскери жауынгерлік дайындықты нығайту болса, екінші тараптан ел арасындағы мергендерді анықтап сыналған садақшыдай арнайы топ жасақтау үшін ұйымдастырылған. Жамбы ату жауынгерлердің шеберлігін дамытатын ойын түрі екені даусыз. Көкпар ұлттық ат спорт ойындарының бірі. Ойынның атауы көкбөрте деген сөзден шыққан. Көкпарға 4-5 жасар серкіннің семізі таңдалған. Орташа салмағы 20-30 келедей болады. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартылмайды. Көкпар жігіттің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде отыру шеберлігін сынайтын ойын түрі. Сонымен қатар көкпарда аттың жүйріктілігі мен бабы да бағамдалады. Аталған спорттық ойындардың барлығы да азаматтың бойындағы табандылықты арттырады. Сонымен қатар дәстүрлі ислам дінінде әке баласына атқа мінуді, садақ тартуды, суға жүзуді үйреткені абзал делінген.